Сәлеметсіздер ме? Мен Мадина. Бүгін сіздермен ағылшын тілін оқимыз. Дәптерлеріңізді ашыңыздар, бүгінгі тақырыпты жазыңыздар. Бүгінгі тақырыбымыз to be, болу деп аталады. Жалпы ағылшын тілінде екі алтын ереже бар екен. Біріншісі ол S-T-B. S-T-B дегеніміз не? Сөйлемде тәртіп бекітілген. Сөйлемде тәртіп бекітілген. Ол дегеніміз не? Яғни, бірінші орында бізде зат есім тұрады. Екінші орында етістік тұрады. Зат есім кімне, етістік не істейді деген сұраққа жауап береді. Мысалы, орыс тілімен салыстырсақ, орыс тіліне бекітілмеген сөйлем тәртібі. Мысалы, мне нравится книга, книга нравится мне, нравится мне книга, сөйлем тәртібі өзгере береді. Бірақ ағылшын тілінде олай емес. Бірінші орында зат есім, екінші орында етістік тұрады екен. Екінші алтын ереже сөйлемде міндетті түрде етістік болады екен. Етістіксіз сөйлем мүлде болмайды. Жас қойыңыздар. Етістік. V деген verb. Етістік. Етістіксіз сөйлем болмайды екен. Орыс тілімен салыстырайық. Мысалы, я студент. Бұл жерде етістікті тапыңыздаршы. Я студент. Көбі ойланады, я студент. Қай жерде етістік? Студент деп жоқ, келмейді. Жоқ, келмейді. Сонда бұл жерде етістік жоқ, біз оны ағылшын тіліне қалай аударамыз? Етістіксіз сөйлем болмайды ғой ағылшын тілінде. Негізгі бұрынғы көне орыс тілінде дұрыс сөйлем есть студент деген. Жаңағы есть деген сөз бізде түсіп қалған, тығылып айтылып тұр. Мысалы, өткен шақта я был студентом. Осы шақта я есть студент, етістік бар, есть, түсіп қалып тұр, я студент болып. Ал болашақта біз айта аламыз, я буду студентом. Сол себепті бұл жерде етістік бар. Жаңағы біз айтқан есть деген етістігіміз жіктеледі екен. Ол жанындағы есімдікке байланысты өзгеріске ұшырайды, яғни өзгереді екен. Мысалы, I деген, мен деген есімдікпен, ол жаңағынан есть, біздің естіміз. M деген етістік болып өзгереді екен. You мен, сен мен, are болады. She, ана, ол, қыз жайлы айтқанда, is болады. He, ол, is болады. It, бұл жансыз заттарды айтамыз. It, орыс тілінде оно или это, is болады. We, біз көпшілік тілде, we are students, you are students, they are students болады екен. Бір рет қайталайық. I'm a student. Мен студентпін. You are a student. Сен студентсің. She is a student. Ол студент. He is a student. Ол студент. We are students. Біз студентпіз. You are students. Сендер студентсіздер. They are students, олар студенттер. Яғни, әр есімдіктің өзінің досы етістігі бар екен. Біз мен деген есімдікпен I are a student деп айта алмаймыз. I is деп айта алмаймыз. You am деп айта алмаймыз. I мен міндетті түрде біз am айтамыз. Ол екеуі дос. You are a student. She is a student, he is a student. Осылай есімізде сақтап алу керек. Әр есімдіктің өзінің етістік досы бар. Ол басқалармен ойнамайды деп жаттап алайық. Жаңағы біз қарастырған сөйлемдер ол болымды сөйлемдер екен.
Ал енді осы болымды сөйлемдерден біз болымсыз сөйлемге қалай ауыстырамыз? Иә? Барлық жаңағы есть біз айтқан орыс тілінде деген етістіктің астын сызып шығамыз. Мына жерде am, are, is, мына жерде are. Осы етістіктен кейін біз not қоямыз. Not. 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 Яғни бізде мен студент емеспін деген сөйлем шықты. Сен студент емессің, ол студент емес, біз студент емеспіз. Жаңа біз болымсыз сөйлемдерді қарастырдық. Ал енді осы сөйлемдерден сұраулы сөйлемдерді қалай жасаймыз? Біз айттық, бірінші орында зат ісім, екінші орында етістік тұруы міндетті дедік ағылшын тілінде. Алайда сұраулы сөйлемді жасау үшін етістікті алдыға шығарған жағдайда бізде сұраулы сөйлем қалыптасады екен. Жаңағы қарастырған сөйлемдерден сұраулы сөйлем жасап көрейік. Ол үшін етістік алдыға шығады дедік, жаңа айттық. Мысалы, I'm a student етістік қайда? Am I a student? Мен студентпін ба? Сұраулы. Are you a student? Сен студентсің бе? Is she a student? Ол студент пе? Енді бұл сұрақтарға қалай жауап береміз? Yes, I am. No, I am not. No, I'm not. Немесе, yes, she is. No, she isn't. Жаңағы біз қарастырған сұрақтардың түрі ол жалпы сұрақтар. Себебі оның жауабы жалпы жауапты қажет етеді. Я немесе жоқ. Мысалы, are you student? Yes, I am. No, I'm not. Я немесе жоқ. Келесі, ол біз қарастыратын ол арнаулы сұрақтар. Арнаулы сұрақтарды кей кезде WH question. WH question ол сұрағымыз WH-ден басталғандықтан осылай аталады. Сұрақтан басталған. Неге бұл сұрақтар түрін арнаулы сұрақтар деп атайды? Себебі оның жауабы арнайы ақпаратты қажет етеді. Бірінші жалпы сұрақта біз я немесе жоқ деп жауап берсек, бұл жерде мысалы where are you from? Сен қай жақтансың? I'm from Kazakhstan. Арнаулы ақпаратты айтып жатырмыз. Мысалы, қандай сұрақтарды білеміз? Бірге жазайық. Жаңағы біз айтқан арнаулы сұрақтарды қалай жасау керек екенін қарастырайық. Ең алдымен сұрақтарға бір шолу жасап шығайық. Who? Қайталаңыздар. Кім? When? Қайталаңыздар. When? Қашан? Why? Неге? What? Не? Where? Қайда? Which? Қайсысы? How? How? Қалай? How much? How many? Екеуі де қанша деп аударылады. Бірақ how much саналмайтын зат есімдермен қолданылса, how many саналатын зат есімдермен қолданылады. Ал енді арнайы сұрақты жасап көрейік. Мысалы, ол қыз кім? Сыныпқа бір әдемі қыз келді, сіздер сұрағыңыз келеді. Ол кім деп? Біріншісі арнаулы сұрақ кетеді. Сұраққа тән ереже бойынша бірінші етістік is. Who is she?
Ол кім? Себебі she есімдігі is етістігін қажет етеді. Сен қайдасың? Бірінші сұрап кетеді. Where are you? Where are you? Сұрауын сөйлеп, етістік, есімдік кетеді екен. Және тағы бір сұрақ қойып жіберейік. Бұл не? Не? What is it? What is it? Ал енді неге біз деген сұрақ қойыңызшы ағылшынша. 1, 2, 3. Дұрыс. Why are we? Yeah? Why are we? Олар кімдер? Анау отырғандар. Олар кімдер? 1, 2, 3. Дұрыс. Who are they? Who are they? Yeah? Және соңғы сұрақ. Мынау қанша тұрады? 1, 2, 3. How much is it? How much is it? Okay. Thank you. Next. Жаңағы біз қарастырған шаблондар тек қана мамандықты айтқанда ғана қолданбаймыз. Мысалы, I'm a student, you are a student, he is a student, she is a student, we are students, they are students. Бұл жаңағы шаблонды біз атты жөнімізді айтқанда. Мысалы, I'm Marina, I'm Камыспаева. Екіншісі, жасымызды айтқанда. For example, I'm 45. Мен 45-темін. Бірақ мен 45-те емеспін. I'm 45. Ол 45-те денізші. Дұрыс. She is 45. Ол 50-де емес денізші. Дұрыс. He is not 45. Okay. Next. Mood. Көңіл күйімізді айтқанда да жаңағы шаблондарды қолданамыз. Мысалы, мен бақыттымын. I'm happy. I'm happy. Сен бақыттысың ба? Қалай болады? Дұрыс. I am happy. I am happy. Yes, I am. No, I am not. Біз бақыттымыз қалай болады? Дұрыс. We are happy. We are happy. Okay. Келесі пункт all location. Location орналасқан жері. Мысалы, мен кабинеттемін. I am in the room. Мысалы, I am in the room. Мен кабинеттемін. Мен Алматыдамын. I am in Алматы. Біз қаладамыз. We are in the city. We are жаңағы. Okay, next. Quality. Quality деген қасиеті. Адамы немесе заттың қасиетін айтқанда жаңағы to be етістігін қолданамыз. Мысалы, сен әдемісің. You are beautiful. Біз әдеміміз. We are beautiful. Біз әдеміміз ба? Are we beautiful? Түсінікті. Келесі ол nationality. Біз ұлтымызды айтқанда жаңағы I am, you are, he, she, we are, they are. Ұлтымызды айтқанда қолданамыз. Мен қазақпын. I'm Kazakh. Сен орыссың ба? Are you Russian? Біз Қытай емеспіз. Біз қазақпыз. We are not Chinese. We are Kazakh. Яғни атымызды, жасымызды, көңіл күйімізді, орналасқан жерімізді, қасиетімізді, ұлтымызды айтқанда жаңағы шаблондарды қолданады екенбіз. Келесі ол тапсырма, сіздерге арналған тапсырма. Жаңағы мен берген пункттердің негізінде өзіңіз жайлы сөйлеп құрастыру керексіздер. Ең бірінші мысалы name. I'm Marina, I'm Камыспаева, I'm 45, мысалы I'm Kazakh, ұлтыма location, менің жерім,
тұрғылықты жерім. I'm in Алматы. Мысалы, менің көңіл күйім I'm happy или I'm okay. Және соңғы ол қасиет, адамның қандай қасиеті. Мен сіздерге жаңа сөздер берем, бұл сын есімдер, өздеріңіздің қасиеттеріңізді сипаттағанда бұл сөздерді қолданамыз. Beautiful, қайталаңыз, beautiful, әдемі. Handsome, сымбатты. Ер адамды сипаттағанда оны handsome дейді. Beautiful деп айтпаймыз ерінағы. Ugly, ұсқынсыз. Smart, ақылды, мысалы smartphone. Stupid, ақылсыз. Stupid, short, қысқа. Tall, ұзын. Difficult, қиын. Easy, жеңіл. Clean, таза. Dirty, кір. Young, жас. Old, кәрі. Thin, арық. Fat. Бұл сөздерді дәптеріңізге жазып аламыз. Содан кейін сүйікті, өзіңіз жайлы сөйлем құрастырыңыз. Goodbye everybody, see you soon.